тілегімді, тәсі парақ жол болсын алдарында тілек. Терге арнадым тілегімді. Сіздеріне келеміз, сіздерді үлгі көреміз. Қашанда алда болатын, өздеріңе сенеміз. Алдарында сантарау жолдары тұр, бәрертеңгі азамат болғалы тұр. Үлкен өмір есігін ашпақ міне, келген қауым қол соғып, қолда бүгін деп болашаққа сеніммен, жетістікке үмітпен, айқын мақсатты ұстаған жас түлектер атынан құттықтау сөз кезегі Карл Аружан мен Турцова Анастасияға беріледі. Қадірменді ұстаздар мен оқушылар, ата-аналар, осынау ерекше сәтімізде, жүрек тебірентерлік күнімізде, қуанышты сәтімізде қасымыздан табылғандарыңызға көп-көп рахмет. Құлағанда тимеген, жылағанда жұбата білген, биіктен көрінсек шынайы қуана білген әрбір ұстаздарымызға алғыс айтамыз. Тарыдай болып кірген кезімізде құшағын жайып, қарсы алып, қолымызға әліпбиді ұстатып, білім нәрімен сусындатып, биіктен көрінсе екен деп, білім мен тәртіпті қатар ұштастырып, бойымызға тек жақсы қасиеттерді сіңіруге атсалысқан Жаңыл Төлеуқызына үлкен алғысымызды білдіреміз. Таудай болып шайын деп жатқанымызда білім мен тәрбиені де беріп, адалдық пен адамгершілік қасиеттерімізді бойымызға сіңіре білген, әрбір жасаған ісімізге шектеу айтып, қолдап, қателескен кезімізде жанымыздан табыла білген Әйгерім Жанатқызына үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрбір ұстаздарыңызға, танытқан жылулықтарыңызға еркелеттік осы күнге шейін тек қана жақсы игі қасиеттерді бойымызға сіңіргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Осынау шаңырағымызға, қара шаңырағымызға 2023 жылғы түлектер кір келтірмеуге тырысамыз. Білім алушыларымыз 110 түрлі марапатты иеленді. Сонымен қатар жаз айларында Қазақстан халқына қорының қолдауыменен 3 оқу озаты 6 сынып оқушылары
Қамқоршылық кеңесі ата-аналар комитетінің қолдауымен мектебімізде театр жұмысы басталды. Мектеп түлектерінің қолдауымен